Сәлем достар, қосылайық жобасы 4-ші шығарылым 6-шы маусым. Еркеш пен Аруна таныстықты бастады. Жоба басталғаннан 1 сағат, жарты сағаты жарнама болса, жарты сағаты Еркеш пен Арунаның арасындағы қарым-қатынас, достарымен, жолдастарымен, қатысушылармен қарым-қатынасты талқыладық. Қырылды, бір-бірімен ұрысты, керісті, әйтеуір таныстықты жалғастырды. Келесі бізде Айбекке хат жазған құпия аруды анықтадық. Бұл Айгүл есімді қатысушы екен. Ол өзінің іс-әрекетін қалай түсіндірді? Эдуарда өзінің орнын білмейді, бізді менсінбейді, бізге қарамайды, соны өзінің орнына түсіру үшін деп түсіргім келді деп жазған екен хатты. Солай істеген екен, бірақ бұған ешкім сеніп отырған жоқ. Мен көрермендердің пікірін оқыдым. Астында қалдырған комментарийдегі Инстаграмда барлығы айтып жатыр, бұл бір жасалған сценарий деп. Мен де солай деп ойлаймын. Себебі тұрған камераны көру ешкімге, енді жоғарыда тұрған камераны барлығы көреді. Кірген кезде любой адам камераны көреді, и соны көріп тұрып, сондай істеу, сосын оны мойындамау, оны 2 бағдарлама бойы соны талқылап, кім істеді деп, как будто ешкім білмейтіндей, сосын соны шығарып экранға. Бұл бір меніңше бағдарламаны созудың, жай ғана созудың іс-әрекеті сияқты. Не үшін осы цирктің барлығы деймін да, түсінбедім. Мүмкін үміткерлер келмей жатқан шығар, сол себепті әйтеуір өйтіп созу керек болған шығар деп ойлаймын. Енді біздегі жаңа қатысушы келді, Бекет деген қатысушы келді. Келмей жатып хейтке тап болды. Себебі неге? Себебі мен әйелім тамақ істемесе, өзім тамақ істеймін деген бір үлкен қарама-қайшы бір пікір айтты. Басқалардың, қатысушылардың пікіріне жігіттер жағы таңғалып, жігіттер жағы болай болмайды деп жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Тамақты кім істеу керек? Ас үйде кім жүру керек? Еркек әйелге көмектесу керек пе? Деген сұрақтар көтерілді. Енді Аида мен Бекет бір-бірімен жұп болады деген ой қалыптасты. Себебі Аида Бекетке қарай өзінің бір ұшқындарымен қарап, жақсы пікір қалдырып жатыр. Алдыңғы жұптарға тағы бір жұп қосылғалы тұр. Сонымен қосылайықтың ішіндегі қатысушылар жұбы көбейді. Қатысушылардың жұптары көбейді. Жұп деп отырған жоқпыз, бірақ таныстықтың басталатыны белгілі болып тұр. Себебі олардың сөздерінен, қарым-қатынастарынан бір-біріне деген біз уже біліп отырмыз. Бір-бірімен жұп болатын, таныстықты басталатын үміткерлер жайына қалады. Как всегда. Жаңа маусымның пикмейі Жансая деген бір пікір айтты. Бұрынғы пикмейлер Зарина деген пікірлер айтып жатыр. Қызықта еш нәрсе әлі болып жатқан жоқ. Өзіне тартатын, себебі қатысушылар бір-бірімен ұрысып, керісіп, қырылысып басталмай жатып. Бұл бағдарлама негізі ұрысу бағдарламасы емес, бір-бірінің арасына от салу, достарды ажырату, құрбыларды ажырату емес. Келіп бір-бірімен жастардың танысып, отбасы құру бағдарламасы еді. Негізгі басты өзінің мақсатын жоғалтып алған сияқты. Бұл бағдарламада негізі осы 4-ші шығарылымда ұрыс көп болды. Басталғаннан аяқталғанға дейін ұрыс көп болды. Айтарлықтай ауыз толтырып, айтарлықтай ештеңе көрген жоқпыз. Келесі бағдарламаларды күтеміз. Жаңадан басқа қатысушылар келеді, бірақ қатысушылардың барлығы баяғыдан бұрын болған ескі қатысушы. Оның үстіне блогерлер, бұрынғы шынайы отбасын құрам деген қатысушылар көріп тұрған жоқпыз. Зарина туралы көптеген пікірлер болып жатыр. Заринаға көптеген жігіттердің көздері түсіп жатыр. Мансұр деген қатысушының, жаңадан келген Бекет деген қатысушы бар. Сол қатысушылардың Заринаға көзі түсіп жатыр.
кім біледі не болатын, көреміз енді. Меніңше Тимурдың інісі жаңа Мансур деген қатысушы бекер алған, себебі 18 жастағы қатысушылар, 18 жастағы қыз бен жігіттер тұрмыс құруға әлі ерте. Олар әлде жүру керек, әлде білу керек, олар оқулары керек, жұмысқа тұрып. Себебі қазір қыздар жұмысқа тұрған, аяғына нық тұрған, өзінің белгілі бір табыс көзі бар ер азаматтарға тұрмысқа шығады. Ал қыз балалар 18-дегі оқу керек деп ойлаймын. Қазір оқусыз өмір жоқ. Сондықтан 18-дегі қыздар мен жігіттерді алу өте дұрыс емес деп ойлаймын. 20 жастан ары қарай алса, ол өте дұрыс шешім. Сонымен 4-ші маусым, 4-ші шығарылым осындай болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.